Амансыздар ма? Сіздерге уәде еткен 27 қарашада айтуға тиісті видео мәлімдемемді бүгін жолдап отырмын. Оған бірнеше объективті себептерім болды. Өйткені 20 жыл бойы бір жерде қарапайым репортер болып еңбек етіп жүріп, ең соңында сол еңбегім үшін жұмыстан бір сәтте қуылғанда, әрине бұл кімге болса да психологиялық және моральдық әсер ететіні, стрессқа түсіретіні белгілі. Сонымен өздеріңіздің де іштеріңіз сезіп отырғандай, басты себеп меценат халықаралық Freedom Қазақстан қорының құрылтайшысы барлық Меңдіғазиевпен интервью себеп болды. Асылы Меңдіғазиевпен материалдың болатыны туралы мәселе, әңгіме Азаттықтың редакциясына тосын сый емес еді. Өйткені қазан айында мен жұмыстағы жалпы компаниядағы қаржылық жағдайларға байланысты белгілі бір проценті ғана төленетін мәжбүрлі еңбек демалысын алып ақш-қа барғанмын. Енді Америка, Прагаға көрші тұрған Варшава немесе басқа Европаның елі емес, осыншама жерге сапарлап келген соң, мен бұл сапарымды жай өткізбеуді жөн көрдім. Сөйтіп, осы жерде қаңтардан кейін қудалауға душар болып, азап көріп, бас сауғалап, өзінің құқын қорғау үшін, өмір сүріп қалу үшін осы Америкаға келген қазақтардың тұрмыс тіршілігі, олардың саяси баспана алу жолындағы күресін көрсеткім келетінін айтып, мен арнайы хат жаздым. Яғни олар Қазақстаннан соң саяси қудалауға түскен Мағжан Кемел, Қайрат Сұлтанбек, Дархан Өмірбаев сияқты азаматтар және соның ішінде барлық Меңдіғазиев та бар еді. Менің бұл хатыма Азаттық радиосындағы отырған көп редактордың бірде-біреу емес, Қазақ сервисінің бас директоры Төреқұл Доров бір ғана сөйлеммен жауап берді. Бұл темалардың керегі жоқ деген. Бұған әрине мен қарсы болдым және қатты таңғалдым. Ол кісінің жекесіне жазып, неге сіз бұған қарсы болып тұрсыз? Америкаға, Мексика арқылы келген басқа қарапайым адамдар туралы да біз жаздық. Бұл кісілердің ішінде саяси баспана алғандар бар, және олардың қазіргі өмірі, жалпы олардың басқа мемлекеттегі жағдайы Қазақстанның аудиториясы үшін қызық болмай ма деп наразылық білдіргенінде, Төреқұл Доров өзінің жеке цензурасын компанияның HR бөліміне сілтей салды. Яғни сіз еңбек демалысында жүрген кезде жұмыс істемеуіңіз керек деді. Бірақ мен сонда да енді бой бермедім. Жалпы мен қазір материал жинаймын ғой. Мен оны жинап алып келгеннен кейін қазір жұмыс істейін деп жатқан жоқпын. Қараша, желтоқсан айында талқылауға да болмай ма деп мен қоймағаннан кейін ол кісі қазір сөйлеспейміз, кейін талқылаймыз деп қысқа қайырды. Бірақ мен енді жалпы бұл материалдардың қай-қайсысы да біздің азаттықтың миссиясына сәйкес материалдар болған соң, оның шығатындығына сенімім зор болды. Сол себепті мен бірден өзімнің жұмысыма кірісіп кеттім. Кейін материалдарды жинап келгеннен кейін қараша айында мен Азаттықтың редакторлар алқасына тағы хат жаздым. Яғни осындай материалдар алып келдім. Егер мен Украина темасынан бір аптаға маған мүмкіндік берсеңіздер, мен оларды жалпы қағазға түсіріп ұсынатын едім жаңағы талқылауға деп ұсыныс жаздым. Бірақ оған тағы да Төреқұл Доровтың өзі жауап берді. Сіз барлық материалдарды ортаққа салып қойыңыз, мен қараймын деді. Жалпы бұл материалдар журналистер енді біледі. Исходник дейміз, бүкіл материалдар жинақталған файлды, онда мусор өте көп болады. Оқиғаны көзмен көрмеген, оның түсіріліміне қатыспаған адам оның әрқайсысын қарап түсініп отыру өте қиын. Сол себепті мен барлығын қағазға түсіріп, яғни сценарий, алдын ала жасалған сценарий ретінде берсем түсінікті болады деп санап, Меңдіғазиевтің расшифровкасын жасауға кірісіп кеттім.
Жалпы Меңдіғазиевпен интервью Америкадағы оның студиясында түсірілді, 2 камера түсірді. Біреуі менікі және екіншісі Меңдіғазиевтікі. Түрлі сұрақтар қойылды, оған әртүрлі жауаптар берілді. Бірақ енді әрине ол жауаптардың барлығының берілуі шарт емес, өйткені спикер бізге барынша спикерді көбірек сөйлетіп алу керек, көбірек мағлұмат алу керек. Сондықтан кейде ой қайталаулар көп болады. Мысалы, барлықта да ой қайталаулар көп болды. Дегенмен де оның образын ашу керек, оның эмоциясын көрсету керек. Міне менде басты мақсат осы болды. Біз студияда онымен сөйлесіп отырған кезде артымызда оның жаңағы Freedom Қазақстан деген плакаты ілулі тұрды. Жалпы журналист интервьюді кез келген жерде алады, ол спикердің үйінде алады, көшеде алады. Сондықтан мен бұл жағдайға онша көп алаңдаған жоқпын. Ал енді материалдың берілу форматына келсек, оны мен автор ретінде редакторлармен ақылдаса отырып, оны интервью жанрында емес, оны спикер Барлық Меңдіғазиев өзінің күрес жолын баяндайтын human story түрінде, оның сөздеріне баланс ала отырып берудің техникалық мүмкіндіктері мол еді. Бірақ әрине біз оған жеткен жоқпыз. Сонымен бұл түсірілім біткен соң біз Барлық Меңдіғазиевпен аз-маз сөйлестік. Ол бірден бұл интервьюді, жалпы бұл материалды сіздердің шығармайтындарыңызға мен сенімдімін. Егер ол шығарылмайтын болса, мен басқа жерде жариялаймын деді. Ал мен ол шығуы тиіс, біз жұмыста талқылаймыз деп жауап бердім. Кейін қараша айында Барлық хабарласып, сіздер енді біршама уақыт өтті, сіздер жарияламасаңыздар, мен жариялайтынымды ескерткенмін деді. Мен бұл жағдайды тағы да Төреқұл-Доровқа бірден кіріп баяндадым. Егер Барлық Меңдіғазиев оны басқа жерде жарияласа, жағдай қалай болады? Оның үстіне, видеоның үстінде менің бір сұрағыма ол кісі шамданып, азаттықты қатты сынайды. Өзіңіз ойлаңызшы, мен басқа бір пабликте отырып, ол кісімен сұхбат алып отырғандаймын. Ал ол болса азаттықты сынайды. Мен сізге редакцияға нұсқан келтірмеймін бе деп сұрадым. Яғни подставить еткендей болмайын ба дедім ғой енді. Ол кісі сенімді түрде бұл өзі маған шантаж сияқты көрінеді деді. Негізі ол материалды жариялаймыз ба, жоқ па, біз оны өзіміз шешеміз. Егер маған сен жарияламасаң, мен оны анда жариялаймын, мұнда жариялаймын деп айтса, бұл жалпы менің жыныма тиеді. Біз мүмкін бұл материалдан 5 минуттық материал жариялайтын шығармыз. Ол біздің өзіміздің ішкі шаруамыз. Материалды ортаққа салып қойыңыз, сөз жерден біз бас редактор Мұхтар Сеңгірбай екеуміз қараймыз. Ал бұл жерде журналистің ешқандай да кінәсі жоқ. Ол өзінің демалысы кезінде барды, сұхбатты алды. Ал оны сұхбатты берген адам оны басқа жерде жариялады. Мен бұл жерде журналистің кінәсін көріп тұрған жоқпын деді. Мен бұған қатты мәз болып, рахметімді айтып, сонымен шығып кеттім. Осыдан соң, сонымен жұмысымызды енді жасап жүрдік. Бір күні Төреқұл-Доров маған: Сания, ана материалды мен қарап шықтым. Онша емес екен, ешқандай жаңалықты көріп тұрған жоқпын. Барлығы енді бұрыннан айтылып жүрген мәселелер екен, шықпайды деді. Одан кейін енді өздеріңіз білесіздер, Барлық Меңдіғазиев мұны сол қалпында черновой вариантында басқа жерде, яғни Мұхтар Әблязовтың паблигінде жариялады. Ең қызығы, материал 25 қараша күні жарияланған. Ал 24 қараша күні таңертең таңғы ас кезінде мен директорым Төреқұл-Доровпен аздап сөзге келіп қалдым. Әңгіме аккредитация туралы болды. Маған аккредитация берілмей жүргенде мен құқығымды қорғай алмадым. Маған аккредитация берілмегені туралы сіздер еш жерде жазбадыңыздар. Ол туралы азаттықтың бетінде де айтылмады. Соттаса алмадым. Редакция мені қорғамады. Менің аккредитациям үшін күреспеді. Аккредитация берілмегендердің тізіміне ілікпедім.
Енді менің контрактым тек желтоқсанның соңына дейін ғана деп тұр. Жуырда бұған дейін Орталық Азияның жаңа директоры ұжыммен әңгімеде қысқарту болмайды деді. Сонда ұжымда қысқарту болмаса, тек жалғыз мен ғана жұмыстан кетуім керек па деп сұрағанмын. Ол кісі маған, оны несін менен сұрап тұрсыз? Мен сізді Прагаға шақырған жоқпын. Сіз өзіңіз келдіңіз, өзіңіз шешіп алыңыз деді. Мен әрине шынын айтқанда бұл мен үшін өте қызық жауап болды. Бірден сіз енді менің бастығым емессіз бе, шефім емессіз бе деп жатырмын мен оған. Сөйтіп едім, менің сенің бастығың екенім, шефім екенім есіңе сенің жаңа түсіп тұрма деді. Мен сені Прагаға шақырған жоқпын, сен мұнда өзің келдің, барып басшылармен кіріп сөйлестіңіз. Енді осы жолда өз шаруаңызды өзіңіз шешіп алыңыз деді. Мен сонда сіз маған кек сақтап отырсыз ба деп сұрадым. Сонда сіздің ойыңызша мен осы Прагадағы офиске баса көктеп өзім кіріп алдым ба сонда деп сұрадым. Осы әңгімені сол кезде қасымда тыңдап отырған Мұхтар Сеңгірбай және басқа әріптестер тез алдарындағы кофе шайларын ішпестен тұрып кетіп қалды. Ал біз директор Доров екеуміз біраз әңгімелестік. Енді кейін қарап саралап отырсам, бұның барлығы жоспарланған нәрсе екен. Яғни өздеріңіз ойлаңызшы, Меңдіғазиевтің видеосы жариялаған сәтте оны бірден компанияның вице-президенті көреді, HR көреді. Сонда қалай ойлайсыздар? Компанияның басында қазір қаншама мәселе тұрғанда, қаржылық жағдай тұрғанда, үлкен корпорацияның вице-президенті мен HR-ы қазақ сегментін дүрбімен қарап, Сания Тойкен қай жерде не жариялайды екен деп қарап отырады деп ойлайсыздар ма? Мен олай ойламаймын. Әрине мені бірден басшылыққа шақырды. Мен енді бұл әңгіме директор Төреқұл Доровпен шешілген ғой деп сабырлы түрімде келсем, маған басшылық былай деді. Сания, сен директор Доровтың жасама деген жұмысын неге жасайсың? Бұл видеода стандарттар сақталмаған деп енді маған айта бастады. Бірақ одан артық ештеңе айтпады. Мен бұл туралы директор Төреқұл Доров біледі. Мен ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Басқа бір жерде жаңағы шикі материалдың жарияланып кеткенін, жарияланатынын Төреқұл білет дегенше өкінішті деді. Мені ары қарай тыңдамады. Болған оқиға осы. Енді шын мәнінде бұл жерде алдын ала ойластырып, менің осы жағдайды пайдаланып, Азаттық радиосының қазақ қызметінің директоры Төреқұл Доров әдейі осылай істеді, орысша айтқанда подставить етті. Өйткені Азаттықта Қазақстандағы басқа басылымдар сияқты оны ашық сынайтын, билікті ашық сынайтын, ойын бүкпесіз айтатын биліктің сыншыларын көрсетуге салынған тыйым бар. Ол тыйымды басқа ешкім емес, Төреқұл Доровтың өзі салып отыр. Негізі Азаттық еркін трибуна. Оның миссиясында адам құқығы, елдегі саяси күресті бүкпесіз көрсету туралы жазылған. Әрине, бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе, Төреқұл Доровтың қазақ қызметінің, Азаттықтың қазақ қызметінің директоры Төреқұл Доровтың мені жеке жек көрушілігі бар, ұзақ жылдан келе жатқан, оны ұжымда біледі. Сондықтан неге ол интервью себеп болды деген сұраққа жауаптың бір нұсқасы осы. Енді неге оппозициялық тұлға, меценат өзінің ақшасына құқық қорғаушы қор ашып,
белсенділерге көмектесіп, Қазақстанда құқығын қорғай алмай жүргендерге көмектесіп жүрген Freedom Қазақстан қорының құрылтайшысы Барлық Меңдіғазиев азаттықта шықпау керек. Бұл өте үлкен және саяси мәселе. Өйткені оның Қазақстанның авторитарлық билігін сынап жүрген оппонент екендігінде. Жалпы Азаттық радиосының Азат Еуропа радиосы, Азаттық радиосы деген толық ұзын атауы бар ұйым. Бұл ұйымның өзінің сипаттамасы бойынша Азаттық өзін тәуелсіз, объективті ақпарат ұсынатын медиа ретінде таныстырады. Оның миссиясы Қазақстан мен Орталық Азиядағы сыбайлас жемқорлықты, геосаяси қатерді, сыртқы державалардың ықпалын ашып көрсету, адам құқығының қорғалуы туралы қоғамға тәуелсіз, ашық көзқарас ұсыну. Өкінішке орай, 2012 жылдан бері бастап Азаттықтың риторикасы күрт және көп өзгерді. Америкалық еркіндік рупорына діни бағыттағы менің бұрынғы әріптесім Ғалым Боқаш бастаған топ сыналап кірген соң, контенттің бағыты өзгерді. Ұжым екіге бөлінді. Кейінірек қайта құру деген желеумен ең мықты журналистер жұмыстан кетті. 2014 жылы Азаттыққа Төреқұл Доров директор болып келді. Бірақ ол Азаттықтағы ахуалды өзгерте алмады. Өзгертпеді де, өзгертуге тырысқан да жоқ. Керісінше 10 жылдан астам уақыт бұл тарихи медианы өзінің жеке ықпалын жүргізетін медиаға айналдырды. Жұмысқа билік пен Ақордамен байланысы бар адамдарды алуды жалғастырды. Азаттықтың бас редакторы мен Қазақстандағы бюро басшылығы осы принциппен іріктеліп алынды. Бұл орынға, ұмытпасам, 2021 жылы болу керек. Мен де таластым, бірақ билікпен байланысым болмаған соң өтпедім. 2017 жылы Азаттықтың миссиясының бұзылғанын айта бастаған тағы бір үлкен топ жұмыстан кетті. Олардың қатарында Сағат Батырхан, Әсем Тоқаева, Ержан Қарабеков, Саида Калкулова, Светлана Глушковалар болды. Кейін Саида, Әсем, Ержан, Светалардың қажырлы ұзақ күресінің нәтижесінде Азаттық радиосының жоғарғы басшылық қызметінде біраз өзгеріс болғанмен, оның салқыны қазақ сервисіне тимеді. Енді мен бұл жағдайлардың барлығын талдап, қайталап айтып отырсам, ол әрине тым ұзақ болады. Бәріңіз көрдіңіздер, бұл бұрынғы әріптестерімнің өздерінің жеке парақшаларында талдап жазды. Оны бәріңіз көрдіңіздер, білдіңіздер. Әсем Тоқаева шындыққа қол жеткіземін деп Вашингтонға дейін барып, үлкен баяндамалар жасады. Өкінішке орай, ештеңе өзгерместен сол жағдай тағы да сол қалпында қазір қайтадан қайталанып отыр. Енді осы тұста мен басқан емес, жалпы өзімнің басымнан өткен, өзім куә болып отырған жағдайларды мысал еткім келеді. Марат Жыланбаев туралы фильмді мен үлкен моральдық және психологиялық қысыммен жасап шықтым. Бұл документалды фильм болғаннан кейін оған бір ай емес, оған өте көп уақыт керек. Мұндай фильмдер кейде 1 жылда түсіріледі. Бірақ та маған мен осы фильмді бастағаннан бастап, Доров күнде қоңырау шалып, қашан бітеді деп асықтырғаннан кейін тездеп өткіздік. Осы күнге дейін ол фильмді Төреқұл Доровтың өзі көрмеген. Түптеп келгенде, Алға Қазақстан тіркелмеген оппозициялық партиясының лидері Марат Жыланбаев туралы фильм халықаралық көрермендерге ағылшын тіліне аударып ұсынуға тұратын фильм. Бірақ оны Доров жасамайды.
Өйткені бұл фильм билікке ұнамайды, ал Доровқа мен ұнамаймын. Осы фильмді жасау барысында баланс деген желеумен үзіп жылып, ішіне Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты тағы бір шенеуніктерді тыққызып, әйтеуір сонымен жарыққа шықты. Мен өзім соған риза болдым. Негізі жалпы өз басым осы фильмнен соң мен кететін шығармын деп ойлағанмын. Мен енді кетіретін болар дегенмін. Тағы бір айтатыным қаңтар тақырыбы. Қаңтар тақырыбы азаттыққа бірден шықпады. Сіздер оның ішкі жағдайын білмейсіздер. Сол кезде интернет мысалы Астанада уақытпен беріліп тұрды ғой, белгілі бір уақыттарда беріледі, содан кейін өшіріледі. Міне осындай кезде Астанадағы менің әріптестерім үлкен жанкештілікпен таңғы 6-да тұрып, бірінің үйін бірі офис етіп, сол жерге жиналып, материалдарды күннің аязында жинап әкеліп, оны монтаждап жібергенмен дайын материалды Прагадағы офис шығармаған. Бұлған қатты наразы болып, қиналып, неге шықпады деген әріптестерімнің сауалына директор Доров көрмей қалдық деп жауап берген. Кейін әрине өздерінің айыптарын жуып шайғандай болып, қаңтар туралы белсенді жариялай бастады. Өйткені олай істемеуге амалдары қалған жоқ. Қаңтар жайлы бүкіл әлем айтты. Азаттық бірақ оны өте сақ форматта өзінің ішкі цензурасын қолдана отырып жариялады. Сақ формат демекші, енді мен осы жерде шынын айтқанда соңғы 3 жылда азаттық контентінің тілі, бағыты, спикерді таңдауы және саяси реңкінің айтарлықтай өзгергенін айтқым келеді. Бұл өзгерістер редакцияның жасырын лоялдық, өзін өзі цензуралау және қауіпсіз контентке көшкен тенденциясын байқатады. Нағыз оппозициялық тұлғаларға мысалы эфир берілмейді, билікті жүйелі сынайтын нақты позициясы бар саясаткерлер мен қозғалыстың лидерлары шақырылмайды. Негізгі спикерлер жұмсақ саясаттанушылар, құқық қорғаушылар мен блогерлар. Бұл енді билікке қауіпсіз әрі жағымды лоялды формат. Оқиғаларды жалпы сипатталады, бірақ жүйелік қорытынды, саяси механизмдерді ашу жоқ. Биліктің жауапкершілігі үнемі жұмсартылып көрсетіледі. Күштік құрылымдардың қызмет бабын асыра пайдаланған тұсын қалай жазады? Полиция күш қолданған болуы мүмкін. Видео даулы жағдайды көрсетеді дейді. Видеода жағдай анық тұрып көріп, факті анық көріп тұрса да, күштік құрылымдардың заңсыз әрекеті деп нақты айтпайды, жұмсартады. Формальды түрде бұл баланс сияқты көрінеді, баланс саналады. Бірақ батыспақтарында редакцияның анализі қатар жүреді. Белсенді бірдеңе айтқан сайын полиция бұл айыпты жоққа шығарды. Әкімдік мұндай деректі растамады. Бұл шын мәнінде нейтралитет иллюзиясы. Шындығында бұл жерде оқиға анық көзге көрініп тұрса да, белсендінің әрекетін төмендету. Бұны батыстың стандартымен жалпы түсіндіруге бола ма? Болмайды. Бұны тек стандартпен бүркемелеуге болмайды. Батыстың стандарттары ол баланс, дәлдік, фактілердің тексерілуі. Қазір енді азаттықта әлеуметтік тақырыптарға көптеп бой бұрған нейтралды адам тағдырлары, зиянсыз орта деңгейдегі зерттеулер, яғни өткір саясаттан кетіп, қауіпсіз әлеуметтік журналистикаға ауысу. YouTube'тың өзінде қарап отырсаңыз, саяси контент қысқарып, түсіндіру форматтарына көшкен, Telegram арнасы да өте жұмсақ. Мұның бәрі автоцензураның классикалық үлгілері. Яғни, бір сөзбен айтқанда, азаттық бүгін бақыланатын тәуелсіздік моделіне көшті. Былай қарағанда сыртқы плюрализм бар, бірақ саяси қауіптілік мейлінше төмендетілген. Менің бір саясаттанушы осы мәселеге байланысты ақылдасқанында, соның айтуы бойынша, бұны саяси ғылымда managed dissent, яғни басқарылатын қарсылық деп айтады екен. Енді кім басқарады мұны? Әрине билік. Және қазір азаттықта жаңағы цензураның бастысы азаттықта демократиялық құндылықтарды насихаттаушының рөлін атқарып отырған
бірақ лоялды көзқарастағы бас редактор Мұхтар Сеңгірбайдың сүзгісімен жасалып отыр. Енді мен осы жерде бір нәрсені ашып айтқым келеді, өйткені мені көріп отырған менің барша әріптестерім әрине шок болатын шығар. Жалпы мен азаттықта біреумен 10 жыл, біреумен білмеймін 20 жыл істеген, менің ешкіммен алмастыра алмайтын тамаша әріптестерімнің мен жұмысын жоққа шығарудан мүлдем аулақпын. Ондағы журналистердің потенциалы өте жоғары, бірақ олар оны терең қолдана алмай отыр. Оларға тіпті аккредитация берсе де олар азаттықтың қызыл сызығынан аса алмайды, одан аттап өте алмайды. Ал енді билікпен жасалып жатқан астыртын келісімдер, құпия кездесулер мен жасырын сұхбаттар, мұның барлығына ол жерде істейтін мен сияқты қарапайым репортерлардың мүлдем қатысы жоқ. Олар бір қанша инфляция болса да ешқашан көтерілмейтін, өзгермейтін азғантай жалақыларын місе тұтып, өздерінің сүйікті мамандықтарын адал атқарып жүр. Мен оларға сәттілік тілеймін. Ал енді азаттықтың қазақ сервисінің басшылық құрамын толық тазалау керек. Тарихи ұйымның миссиясын адал атқаруға мүмкіндік беру керек. Дәл қазір мен азаттықтың қазақ қызметінің бас менеджері Төреқұл Доровтың қазақ контентін ойлап, басын қатырып жүргенін мен көрген жоқпын. Мен енді Прагада бір 6-7 ай жұмыс істедім ғой. Сонда мен көргендегі күндегі көрініс бірнеше мәрте шәй ішу, жиналысқа қатысу, сосын тамақ ішу. Содан соң радионың бір дыбыс жазатын студиясы бар арнайы. Соған барып, әдеби кітаптарды дыбыстап оқып, сосын оны YouTube және басқа да жеке өзінің әлеуметтік желіде контенттеріне салып, қосымша табыс тауып, ләззат алумен айналысады. Қазір енді азаттықтың басы шын мәнінде сын сағатта тұр. Мұндай кезде, дәл қазіргі кезде оның президенті Стив Капус бұл ұйымды сақтап қалу үшін барынша жанталасып жатыр. Осындай сәтте Төреқұл Доров план Б-ны, яғни контентті дамытатын, оны сақтап қалатын альтернативті жоспарлар жасауы тиіс. Ал мұндай жоспар бар ма, және оның Қазақстандағы басшылығы не істеп отыр? Шын мәнінде ештеңе. Жай ғана бос ақша алып отыр. Қазақстандағы қызметке, Қазақстандағы бюроға 1040 жетекшінің қажеті жоқ. Ол жердегі журналистер енді ең аз дегенде 5 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан майталмандар, олар жұмыстың қалай істейтінін білет, оларға басқа ұрып, үйретіп, көрсетіп отырудың қажетті шамалы. Сондықтан редактор мен басшылықты керісінше азайтып, редакцияның техникалық мүмкіндіктерін нығайту керек. Репортерлардың ақшасын көбейту керек. Енді жалпы азаттықтағы ахуал осындай. Ал енді мені қууға себеп болған Меңдіғазиевтің материалы шын мәнінде қанша жылдан бері басы даумен сынға қалып келе жатқан Төреқұл Доров үшін тамаша шанс еді. Бірақ ол бұл шансты пайдалана алмады. Керісінше ұжым ішінде өзімнің пікірімді, өзімнің көзқарасымды ашық айтып жүргенім үшін, оған ерекше ілтипат пен тәуелділік көрсетпегенім үшін мені қудалады. Менің ойымша, Меңдіғазиевтің материалын өзі жеке шешім қабылдап жариялаудан тайсақтайтын болса, оны РФРЛ-дің басшылығымен, оның HR департаментімен осындай материалдың шығуы мүмкіндігі туралы алдын ала талқылау керек еді. Әлі және ол керісінше олай етудің орнына мені жұмыстан кетірудің көзірі ретінде ұстады. Дәл Меңдіғазиевтің сұхбаты басқа сайтта жарық көрген күні Төреқұл Доровтың өзі жұмыстан қашып кетті. Сол себепті басшылықтың алдында біз беттесіп сөйлесетінде де мүмкіндік болған жоқ. Егер менің ойымша Қазақстандағы саяси ахуалды, оның географиялық жағдайынан мақұрым Төреқұл Доров ары қарай осы РФРЛ-да жұмысын жалғастырып, Азаттық радиосының қазақ қызметін басқаратын болса, бұл үлкен тарихы бар қасиетті трибунаның құлдырағаны. Бұған енді мен әлі де бұл іс өзінің бағасын алады деп ойлаймын.
Енді сіздер сен ары қарай не істейсің енді деп ойлайсыздар ғой. Мен әлі де болсын өзімнің құқығымды қорғауға тырысамын. Содан кейін қазір біраз уақыт тайм-аут алып, кішкене есімді жинап, алдағы болашақ жоспарларымды құрамын, болашақ проектларымды дайындаймын. Ол әрине ондай ой менде бар. Егер менде мысалы жеке проекттер шықса, және жеке YouTube канал ашылса, мен сіздер мені қолдайды деп ойлаймын және оған сенемін. Аман сау болыңыздар.